purchase your tracks today. The microphone I taken. You shake, shook, shaken. Wake, woke, woken to the style. I'm creating. Think, thought. Seek, sought. Listen to the lesson that I teach, thought. Don't sleep, slap. I creep, crap. I sneak, snack up. You lip, lap. I keep, kept. Having fun. I'm never beaten. I win, won. Do, did, done. Begin, begun. I shoot, shot. No, I don't own a gun. I lead, led, so I can feed, fed. The knowledge you need, straight to your head. When I bring it, I brought it. You catch it, you caught it. Sit back, relax, don't fight, for it. Yeah. Бүгінгі 9-шы бөлімнің грамматикалық тақырыбы ол бізде past simple irregular verbs. Яғни өткен шаққа ауысқан кезде толығымен өзгеріске ұшырайтын, өзінің екінші формасына ауысатын бірқатар дұрыс емес, яғни ережеге бағынбайтын етістіктер тізімі. Сонымен irregular verbs'тің бірінші формасы, яғни біз танысатын бірінші irregular verbs ол to be етістігінің өткен шағы was, were. Яғни біз білетін to be етістігі ол am, is, are, I am, you are, he is, she is дегендегі олар өткен шақта was, were-ге ауысады. Was ол жекеше формада, were көпше формада. Мысалға, I am in Almaty. Мен Алматыдамын. Ал егерде мен Алматыда болдым деп ауыстыратын болса өткен шаққа, онда I was in Almaty. He was at school. They were at the cinema. Олар кинотеатрда болды. Яғни бұл жерде уже бізде be етістігі кәдімгі болды деген өткен шақта мағынаға ие болады. Аударған кезде біздің сөйлемде сол болды сөзі пайда болады екен. Сонда мен 15-те болған кезде when I was 15. Олар кеше біздің үйде болды. Yesterday they were in our home. Тағы да басқа. Егер негатив болса, ол not қосамыз. I wasn't, мен болған жоқпын. I wasn't at home, мен үйде болған жоқпын. Were not, яғни they weren't, олар болған жоқ. Сұрақ болған кезде was, were алдыға шығады. Мысалға, were you at school yesterday? Сен кеше мектепте болдың ба? Yes, I was. No, I wasn't. Я мен болдым. Жоқ, мен болған жоқпын. Were they at the cinema? Олар кинотеатрда болды ма? Yes, they were. Я, олар болды. Сонда бұл was, were жаңағы present simple'дағы to be сияқты өзгеше ауысатын етістіктердің формасы. Ал енді басқа етістіктер, мысалға біз өзіміз қатты жақсы көретін go етістігі, I go to school деген танымал фраза өткен шақта болады I went to school, яғни мен мектепке бардым. Енді қазір мен сіздерге бірнеше бастапқы ағылшын деңгейінде сөйлеген кезде қажет болатын irregular verbs'тің тізімімен таныстырамын. Сонымен бірінші go, бару, went, бардым. Speak, сөйлеу, spoke, сөйледім. Read, оқу, read, оқыдым. Бұл readтің ерекшелігі жазылуында өзгеріс болмайды, ол тек қана дыбысталуында өзгеріске ұшырайды. Сонда I read, мен оқимын, I read, мен оқыдым. Енді текстта бұл мағынасына, яғни контекстке байланысты сіздер түсінесіздер. Өткен шақта тұр ма, әлде осы шақта тұр ма? Дәл осы read сияқты өзгеріске ұшырамайтын етістіктер бар. Мысалға put, ол қою, I put the book, мен кітапты қоямын, ал мен кітапты екінші полкаға қойдым. I put the book on the second shelf. Мен екінші кітапқа сөреге қойдым болса, бұл жерде өткен шақ екенін сіздер жаңа контекстте текстің ішіне қарап білетін боласыздар. Келесі етістік ол бізде drink, ішу, drank, іштім. Мысалға мен шай іштім. I drank tea. Have, had, бар болу, болды, немесе I have lunch, мен түскі ас ішемін, I had lunch, мен түскі ас іштім. Write, жазу, wrote, жаздым. Eat, тамақ ішу, ate, тамақтандым. Яғни I ate lunch, мен түскі ас іштім. Яғни have пен eatті екеуін ауыстырып та қолдана берсек болады. Бұл бізде базалық қажет болатын етістіктердің тек бірнеше ғана түрлері. Тағы да басқа irregular verbs'тарды сіздер irregular verbs деп іздеп тауып алсаңыздар болады. Олар ағылшын тілінде көп негізі, бірақ біртіндеп жаттасаңыздар, жаңа step by step бөліп жаттасаңыздар, есіңізде сақталып қалады. Оларды жаттап қана есте сақтауға болады, басқа ешқандай амал жоқ, өкінішке орай. Сонымен бұлардың өзгеріске жаңағы негатив болған кезде өзгеруі did көмекші етістік арқылы іске асады. Бұларды regular verb сияқты. Мысалға, I drank juice, мен шырын іштім. I didn't drink juice, мен
шырын ішкен жоқпын. Сонда didn't деген көмекші етістік алдыға түсетін болса, онда drank өзінің қайттан drink деген бірінші формасына ауысып кетеді. Did you drink juice? Сен шырын іштің бе? Yes, I did. No, I didn't. Сонда ағылшындықтар егер де didті сөйлемге қосатын болса, сұрақта немесе болымсызда, онда кәдімгі біздің main verb, басты етістігімізді өзінің бастапқы формасына ауыстырып жібереді екен. Past simple ол осындай. Сіздерге irregular verbстарды жаттауда сәттілік тілейміз. Сұрақтарыңыз болса, you're welcome. Достар, біз бүгін сіздермен танысқан кездегі диалогты қалай жасаймыз, соны үйрететін боламыз. Маған көмектесетін біздің Альфа Академиясының ағылшын тілі пәні мұғалімі Ая. Ая, welcome. Thank you very much. Окей, кеттік, бастайық. Сонымен диалог. Hello. Hi. How are you? I'm good, thank you. And you? I'm fine. What's your name? My name's Aya. And what's your name? My name is Sanda. Aya, where are you from? I'm from Kazakhstan. Where are you from? I'm from Kazakhstan too. Wow, what a coincidence. Yes, and where are you from in Kazakhstan? I'm from this city, Almaty. Uh-huh. Where are you from? I'm from Aktobe. Wow, that's amazing. Thank you. How old are you? I'm 21. What about you? I'm 24. I'm a little bit older, you know. Okay, keep in touch. Bye-bye. See ya. Сонымен достар, бұл бізде диалогтың, осылай диалогты жасаймыз. Ал енді Ая, сізге сұрақ, жалпы hello, hi деген амандасудан басқа тағы да қалай амандасуға болады ағылшын тілінде? Негізі біз өзіміздің таныс адамдарымызбен тек қана hi немесе hey деп айтамыз. Ал кейбір кезде біз what's up деген сияқты немесе how you doing деген сияқты сөздер қолдана аламыз. What's up, how you doing? Енді бізде тағы бір танымал фраза ол I'm fine, thank you. Осы I'm fine орнына тағы не деп айтуға болады? Ағылшын тілінде адамдар сөйлескенде негізі жақсының орнына одан да күштірек сөздер қолданады. For example, incredible, amazing, fantastic деген сияқты күштірек болған сайын көбірек қолданылады. Сонда I'm fantastic, thank you. Дұрыс па? Okay, good. Ал енді қоштасқан кезде адамдар бәріміз bye, goodbye деп айтамыз, ол ондай тұрақты фразалар. Ал оларды немен алмастырса болады? Негізі ондай сөздерді goodbye деген өте спайлы түрде болады. Ал негізінде күнделікті достарымен қоштасқан кезде bye немесе see you later, see you tomorrow деген сияқты сөздер қолдануға болады. Немесе till something, например, till Monday, понедельник деген. Окей, thank you so much, Ая, бізде бүгін қонақта болғаныңызға үлкен рахмет. Сіздерге пайдасы тиді деген ойдамыз. Thank you for watching. Bye-bye. Бүгінгі біздің грамматиканың екінші тақырыбы, ол бізде possessive s-қа арналады. Possessive s дегеніміз тәуелділік s жалғауы. Яғни, сіздер білесіздер, possessive pronouns деген тәуелділік есімдіктері ол my, your, менің, сенің. Ал егерде менің әкемнің, немесе арманның, немесе балалардың деп айтатын болсам, онда бізге апостроф және де s жалғауы қажет болады. Мысалға, my father's car. Менің әкемнің машинасы. Fathers, яғни father сөзінен кейін апостроф s жалғанады екен. Егер де біздің сөздер көпше түрде тұратын болса, көпше формада, мысалға doctors, онда біздің possessive s-іміз s керек емес, бізге апостроф қана сөздің соңына түседі. Мысалға doctors, дәрігерлер болып тұр. Дәрігерлердің жұмысы болса, doctors work. Бұл жерде үтір сөздің соңында s-тің үстінде тұрады екен. Бұл бізде possessive s, яғни есімдік емес, зат есімге жалғанатын жаңағы ілік септігінің жалғауы қазақ тілінде. Бір мысал, my sister's book, менің әпкемнің кітабы. Children's toy, оқушылар емес, балалардың ойыншығы. Parents problems, ата-аналардың проблемасы, мәселесі. Яғни бұл possessive s.